Қазақ мұра жүйесіне қош келдіңіздер. Бұл бейне жазбада біз МДАТаға жаңа жазба және оны жеке фондқа қосу туралы айтылатын болады. Негізгі бүкіл жүйенің жұмыс істеуіне модульдің және де керек құжаттарын беруіне керекті процесс ол жеке фондты толтыру. Оны сіз МДАТа және МДАТа базасы арқылы жасайтын боласыздар. МДАТа негізінен бұл кітап жазбаларының қоры болып істеледі бүкіл Қазақстан бойынша. Яғни бұл жерде дайын жазбалар сақталатын болады. Басқа бір видеода айтқандай, фонд бұл енді сіздің жеке өзіңіздің базаңыз болып істелетін болады. Яғни сізге ғана доступны болады. Бұл жерде негізі екі сұрақ қойылатын болады. МДАТа яғни кітап жазбасын қосу көп ақталады дегенде. Бұл жерде бір мәтін сәт болып тұр. Ол негізінен коллективті база болып істеледі, яғни мысалға сізде 70 мың кітап бар деп ойлайық, мысал ретінде. Оның 30 мыңы мысалы МДАТаның ішінде уже бар болып істеледі. Сол себепті фильтрацияны қолдана отырып, яғни поиск қолдана отырып, сіз процесті тездете аласыз, өзгертеді. Екіншісі, егер бір жыл қолданғаннан кейін басқа жүйеге өтетін болсаңыз не істейсіздер? Бұл жерде біз басқа жүйеге өтетін болсаңыз, солардың разработчиктеріне арнайы API береміз, яғни сіздің ақпаратты көшіре алады. Сондықтан оған да уайымдамауыңызға болады. Енді МДАТаға өзіне көшетін болсақ, керек жазбаны ең алдымен МДАТаға кіріп, поиск іздеу арқылы табасыз. Егер керек жазба табылса, мына жерде добавить фонд батырмасын басасыз. Және осы жерде ақпарат толтырасыз. Яғни ақпарат негізінен сіз авизо немесе наклоны арқылы толтырасыз. Яғни государственный немесе покупка библиотеки, дата поступления, контрагент, количество, цена за один экземпляр, поступления. Осының барлығын авизо немесе наклоны арқылы толтырасыз. Ал енді егер керек жазба табылмайтын болса, онда жоғары жақта добавить батырмасын басасыз, сізге жаңа бет ашылады. Бұл жерде атын, қосымша атын, егер кітап бірнеше тілде болатын болса, другой название батырмасын басасыз да, басқа тілдегі атын жазасыз, және соның тілін таңдайсыз. Аннотация, бетін, қай жағы шыққанын, авторда бұл жерде бірақ автор таңдайсыз, основной болғанда негізгі. Другие автордан басқа бөлік авторлар таңдайсыз. Бұл жерде бірнешеуін таңдай аласыздар. ISBN, егер сіз қосып жатқан томдық немесе бөлімнен тұратын болса, часть немесе том таңдайсыз, және де сан таңдайсыз. Издатель, қаласын, тираж, тип, художественный литература немесе учебник болуы мүмкін, қай тілде жазылғандығын, обозначение материала текст таңдайсыз, және дополнительный параметр таңдай аласыз, қосымша ақпарат толтыра аласыздар. Яғни бұл жерде предметная рубрика, ключевые слова, ББК, ХДК, авторский знак, және басқа ақпарат сіздің өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Арғай осы жерден бірден добавить фонд батырмасын басасыз да, фондқа қосу бойынша ақпарат толтырып шығасыз. Государство ма, дата поступления, контрагент, қанша экземпляр келді сізге, бір экземплярдың бағасы және состояниясы. Осының барлығын толтырғаннан кейін добавить запись батырмасын басасыз. Назар аударғаныңызға рахмет. Егер сұрақтарыңыз болса, WhatsApp арқылы қолдау қызметіне хабарласыңыз.